Достар, мінеке, машаллах деп қойыңыздар. Мына қоғызды қарасаңыздар, Айнек көпірі екен. Бұйырса жетіп келдік. Мінеке, жалаң тоғы екен туғандар. Мен де сіздерге ұқсап, ошол Инстаграмнан видеолардан көріп жүрулі ниет қылған елем. Мен бұйырса, иншаллах бұйырса, ошол жерге мен дағы баруын нәсіп қыл депші. Мына, бүгін нәсіп қылған екен, келіп көріп отырам. Бұйырса, 2027-те бұйырса сіздерден келіп көріп кетуіні Аллахтан нәсіп қылсын. Амин деп жазып қойыңыздар туғандар. Айнек көпірі видеода қандай көрініп тұрады білбеймін, бірақ мен үшін башқаша болып тұрады туғандар. Бұл жақтан кірдік, кіргенде ұшындай бұткейінің үстінен кие тұрған чүпірек береткен. Себеп Айнекте чаң қылбау үшінші. Ұшыны киіп алғаннан кейін босат кесін. Әнеке қоғыздық. Азыр ең бұйырса баратамен ұшыл туристерге қошылып аралап. Улу шақыратма мол екен тұғанда. Мына шақыратма көрдіңіздер ғой? Машаллах, азыр еме бұйырса мұнан біраз жүру барып ошол жерге өтеміз. Ал жерден да бұйырса қоғыз жерін тарып көрсеткен әрекет қыламын. Барыңыздарға нәсіп болсын. Өзіңіздер ата-енеңізге бір туғаныңыздармен келіп көріп саяхаттап кеттіңіздер. Қытайға мен шын айтқанда өзім таңғалып бітпей тұрмын туғандар. Туризм бұл Қытайда үшіншалық жақсы өнігіп тұр туғандар. Біздің видеоға бұндай лайк басып қойыңыздар. Анан достарыңыздармен бөлішіп қойыңыздар. Қытайға келем деген достарыңыздармен бөлішіп қойыңыздар. Бұл Гуанчжоу шаарынан бір 2 сааттық жол жүретпесіздер. Көрсем ақырын баратам.